Корея елінде университетке түсу үшін оқушылар арнайы бір тест тапсырады. Біздікі сияқты жаңағы ұбт сияқты тесттер тапсырады. Бірақ бір оның ерекшелігі, сол тест тапсырылатын уақытта ешқандай әуеде ұшақ ұшпайды, қатты дауыс шығаратын бүкіл дүниелер тоқтайды, машиналар жүруге тыйым салынады, жұмыс полный тоқтайды. Енді бұл не деген сөз? Тесттің оқушылар үшін қандай үлкен дүние екендігін көрсетеді ол кісілерде, иә? Енді дәл сол тесттің ішінде осындай есептер бар екен. Бұл есеп біздің математиканың есебі. Бірінші есепке қарайтын болсақ, бұл иррационал бар екендігі көрініп тұр, және де көрсеткіштік. Жаңағы бізде бұны сандар деген бөлімде, яғни А тобының есебіне жатқызады. Дәл осындай есепке 2 балл береді екен. Ал онда бастайық. Бұл бірінші есебі. Бұл жерді қалай шығарамыз? Бірінші негізіне қараймыз. Мынау 4 негізді, мынау 2 негізді. Екеуі екі түрлі болуға болмайды. Бұлар бір түрлі болу керек. Сондықтан мына 4 дегенде 2-нің квадраты дейміз да, мына тұрған дәрежені полный жақшаға аламыз. Жақшаға алып алғаннан кейін келесісін жазып алу керекпіз. Міндетті түрде енді қараймыз. Негіздеріміз бірдей, олар көбейтіліп тұрса, дәрежелері, мына төбелеріндегінің дәреже деп атайды. Сол дәрежелері қосылады. Яғни, екеуін көбейте салайын. 2, оны келесісіне көбейте салайын. Минус 2 түбірасты 3. Енді мына көбейтудің орнына дәрежеге қосу белгісін қоямын да, келесісін жазамын. 2 түбірасты 3, мынаны жазып жатырмын. Минус 1. Минус 2 түбірасты 3 пен плюс 2 түбірасты 3 бір-бірін жоқ қылып жояды. Сол кезде 2-нің бір дәрежесі ғана қалған көріп тұрмыз. Ол қалай шықты? 2, міне азайту 1. 2-ден 1-ді азайтсақ, әлбетте 1. Сонда біздің жауабымыз мына 4 болады екен. 4-ті белгілесек, бізде 2 балл қалтада деп табылады. Әлбетте есепті толық жазылуы керек. Бірақ енді мынаған қарамайды ол, тек жауапты белгілегенге қарайды екен. Сондықтан бұл жерде полный 2 балл деп қабылдасақ болады. Есеп шықты.